Келген товарларды приемка арқылы қабылдасаңыз болады. Ол үшін мына закупки деген жерге басып, приемкаға басамыз. Сосын список приемок ашылады. Бұл жерде сіздің накладноларыңыз, приемкаларыңыз осылай список болып тұрады. Енді новый ашу үшін плюс приемка деп басамыз. Мына жерден сіз поставщик таңдасаңыз болады. Кім алып келгенін осы жерден көрсетіп отырсаңыз болады. Егер мына спискта керекті поставщик болмаса, плюсті басып, бұл жерге атын ғана жаза салсаңыз болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Мысалы, фирманың аты Кола деп, немесе алып келіп жүрген адамның атын жазсаңыз болады, өзіңізге қалай ыңғайлы. Сосын осы списктен таңдаймыз. Одан кейін мына жерден егерде товардың штрих-коды бар болса, штрих-код деген жерге басып, товарды сканировать етеміз. Осылай шығады. Егерде атын өзгерту керек болса, мына атына бассақ, мына жерден название деген жерден атын өзгертсеңіз болады. Мына жерге количество жазамыз. Цена по накладной деген ол келген бағасы, продажный ол сіздің сататын бағаңыз. Егер бағалар өзгерсе, осы жерден өзгерте саласыз. Сосын бұлай істесеңіз болады. Штрих-код деген штрих-кодқа басып қойып, и подряд бірнеше товарды сканировать ете берсеңіз болады. Осылай новый товар келген болса, создать деп шығады. Сіз оны бұлай создать деп басасыз. И ары қарай сканировать ете бересіз. Содан кейін бәрін істеп болғаннан кейін осылай количестволарын өзгертіп шықсаңыз болады. Количествосын жазып, интер бассаңыз, мына өзі астына түседі. Тағы да интер бассақ, тағы да өзі астына түседі. Сосын мына жақтан бағаларын тоже солай өзгертіп шықсаңыз болады. 700 мысалы интер бассақ, астыға түседі. Солай астыға түсіп тұра береді. Енді мына продажный бағалары округлять етіп шықсаңыз болады. Сонда оценкасы да өзгереді. Егерде бәрін бітсеңіз, мына жерден сохранить деп басасыз. Таңдайсыз. Қандай счеттан сіз төледіңіз. Егерде кассадан ақша берсеңіз, касса 1 деп таңдайсыз. Егерде переводпен немесе қалтадан берсеңіз, сейф деп таңдап, сохранить десеңіз болады. Егерде бір нәрсе дұрыс емес болып қалса, қайтадан осыған ішіне кіріп, проведен дегенге басып, черновик болады. Сосын сохранить десеңіз, бұл приемка отмена болады. Өзгертетін нәрселеріңізді өзгертіп, қайтадан проведен дегенге басып, сохранить десеңіз, қайта сақталады. Сосын приемканы біткеннен кейін негізі мына сумма сіздің накладнойыңызбен бірдей болып тұру керек. Егерде бірдей болмаса, накладноймен сандары келіспей тұр, значит, количествомен бағасын тексеріп шығу керек. Сосын тағы да бір момент, жаңағында егерде приемка ұзақ болып жатса, сіз арасында черновик деп қойып, сохранить дей салыңыз. Осы істеп жатқан приемкаңыз жоғалып кетпес үшін, егерде компьютер өшіп қалса, басқа жағдай болса, приемка сақталмай қалады. А егерде черновик қылып сақтап қойсаңыз, ол осындай серый болып списокта сақталмай тұрады. Сақталғандар қараңыздан қара четкий болып тұр, сақталмағандар осындай серый болып тұрады. Қайтадан кіріп, ары қарай жалғастырып, біткеннен кейін проведенға басып, сохранить деп, тағы да екінші рет сохранить деп баса саласыз. Болды, бұл приемка бітті.